Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен каналымда салқын күнде де ыстық күнде де ішетін тойымды астардың бірі окрошка дайындап көрсетемін. Бір жағы тойымды тағам, бір жағы сусынға жатады. Бірінші видеоны көрместен бұрын тіркеліп және лайк басуды ұмытпаңыз. Бізге шұңғыл ыдыс қажет және қажетті заттарды айтайын. Ол қияр, редиска, жұмыртқа, асылған тұз, вареный колбаса, айран және укроп, көкпияз, минералды су міндетті түрде, және де уксус және асылған картошка. Енді рет-ретімен осы барлық қоспаларымызды турап, жақсылап, кез келген кубиктап болсын, ұзынша етіп, яғни соломка етіп турасаңыз да болады. Міндетті түрде барлығын жақсылап араластыру қажет. Окрошка негізі ыстық күнде де, салқын күнде де дайындала береді, бірақ ыстық күнде шөліңізді қандырады және де тойымды астардың бірі болып табылады. Яғни шөл қандыру арқылы тойып та алуға болады. Міндетті түрде жасап дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Және кейбір жерде колбасаның орнына сиырдың етін асып алып қосып жатады. Олай да болады. Бірақ окрошканың нағыз рецептінде міндетті түрде колбаса қосылған. Барлығын осылай турап аламыз. Содан кейін жақсылап араластырамыз. Окрошканың құрамында, яғни окрошкаға қосылатын заттар ешқандай майлылығы жоғары емес, яғни адам ағзасына, адам асқазанына зиянды немесе ауыр болмайды. Яғни өте жеңіл көкөністерден жасалады және де ең бастысы барлығы да пайдалы. Жаздың ыстық айларында шөліңізді қандыратын және дәруменге толы бай тағамдардың бірі болып табылады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне барлығын турап алдық. Енді осының үстіне айранымызды, оның үстіне минералды сусынымызды және тұз, көкшіп, яғни пияз және укропымызды қосып, ең соңына таман 2-3 капля уксусымызды қосамыз. Сөйтіп барлығын жақсылап араластырамыз. Бірден жасап іше беруге де болады және холодильникке, яғни тоңазытқышқа салып қойып ішуге де болады. Яғни сразу бұзылып кетпейді. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де мен YouTube каналымда басқа да оңай рецептер өте көп. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы.